Журналистен 19 қате ұстап алғансың ғой. 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда Канал. 31 канал. Марқа арқары бар. Бәрімен коммуникациямыз дұрыс. Коммуникация байланыс емес па? Иә. Communication. Бұл қазақша такси бағдарламасы. 18 жасқа толғандар көріп, ата-анасына да көрсетуді ұсынамыз. Жолаушыға 100 мыңға сертификат беріледі. Әңгіме барысында әр өзге тілдегі немесе паразит сөздер үшін сертификаттан -5 мың. Қатысушыны шатастыру мақсатында жүргізуші еркін сөйлей алады. Ал, қазақша сөйлеуге дайын болсаңыз, біз ақша беруге дайынбыз. Бұл қазақша такси бағдарламасы, жүргізушісі мен Ғалым Махамбет. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Бұл қазақша такси жобасы көлікте жобаны жүргізетін мен Ғалым Махамбет. Кеттік ендеше. Опа. Ал, ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Кино. Енді әрине қарсы болмасаңыз, сіз осындай таксиге түсіп қалдыңыз. Бұл енді қазақша такси деген жоба. Сізге енді түсінікті болу үшін. Қарсы емессіз ғой? Жарайды. Үйренген нәрсе ғой. Үйренген? Журналистпін ғой, телевидениеде. Журналистсіз ба? Есіміңіз? Медетжан. Тәжірибелі журналист екеніңіз көрініп тұр, телефонды беззвукқа қойып жатсыз ғой. Ал енді таныс білісіп отырайық енді. Біздер, мен енді андай таксист емеспін да, үкімет жамандайтын, жаңағы экранда жүргендерді... Саясатты айтпайтын. Иә, саясатты айтпайтын, экранда жүрген, жаңағы ел алдында жүрген адамдарды, ой, андай екен деген сияқты өсек таситын адам емеспін. Сондықтан сізді танымай қалып жатқан шығармын бәлкім. Танысып отырайық, білісіп отырайық, әңгімеміз өрбуі үшін. Менің қолымда түрлі тақырыптар бар. Осының бірін таңдасаңыз. Тақырып. Иә, үшінде әңгіме қызу үшінде, енді бір тема үшінде. Осылай бір тақырып таңдап аламыз. Тіл ұлттың жаны, ана тілін сақтау жолында не істеуіміз керек дейді. Мынау енді сізге дөп түскен сияқты ғой, тақырып. Өте тақырып. Иә, енді біздің бағдарламамыздың да мақсаты... Негіз осы жерден бұрылу керек еді. Солай ма? Ар жағынан көрсетіп тұр негізі. Жақсы. Түгес. Ал, әңгімемізді бастайық. Тіл туралы енді. Журналист болсаңыз, тіл жанашыр екеніңіз анық. Әрине, енді 20 жылдан асты, тіпті телевидениеде жүргенімізге, телеарнада, журналистикада жүргеніміз. Енді одан кейін журналистикадан кеткеннен кейін мемлекеттік қызметте бәр жерде істедік. Содан енді студент кезімізден ғой, оқушы, тіпті студент кезімізден осы тілдеп, анау... Қай нелер жүргіздіңіз? Мен бағдарламамын. Түріңіз таныс болып тұр да, мен өзіңді білем, мен сырттай танимын жақсы. КВН ойнағанбыз кезінде студент. Орысша, қазақша? Қазақша. Қазақша ойнадыңыз. Қазақша біз анау... Команданың аты қандай болды? Ертіс шортандар деген. Кезінде 2000 жылдар. Оның алдында біз қазақша дебат, пікірсайыс қозғалысын бастадық. Қазақша студенттік анандай жарыстар ұйымдастыратынбыз, конференциялар ұйымдастыратынбыз. Сол қозғалысты мен семейдемін негізі. Сол семейде оқыдық. Сол жақта бастағанбыз. Ол кезде бәрі орыс тілді, орысша болды. Сол кезде алғашқылардың бірі болып, мен достарым бар, қазарласатын Алмас, Берік деген, Жігер, сол барлығымыз қазақша дебат қозғалысын бастадық. Одан қазақша КВН-ді бастадық. Ол кезде Алматыда балалар ойнап жатты. Сол кезде бізде қосылып, үлесімізді қосып, университеттердің арасында, студенттердің арасында қозғалысты бастағанбыз. Содан бері міне қазақ редакциясында 31 каналда, ұлттық арнада канал, 31 канал. Ұстадық-ау. Жалғастырамыз. Содан бері енді сол тіл үшін күресіп, тілдің тазалығы үшін
күресіп келе жатырмыз ғой енді. Одан кейін журналист болдым, жаңалықтар жүргіздім. Тілші болдыңыз. Тілші, иә, қарапайым тілші болып, содан бастап. Тілші мен журналисттің не айырмашылығы бар? Енді журналист деген жалпы атақ қой. Ол жерде оның ішіне газеттің тілшілері, жүргізушілер, редактор бәрі кіре береді ғой, енді журналист жалпы атағы. Бір адамның бір сөзі әсер етіп кеткен кездер болады ғой, бірақ. Иә, ондайлар көп болды енді. 180 градусқа бір арман мақсат бәрі бұрылып кететін, сол туралы бір қызық ақпарат болса, бөлісе алсаңыз егер. Бір қызық айтайын. Өмірімде көп әсер еткен, мынау былайша айтқанда аяқтан шалған деп айтайықшы. Солар сабақ болады ғой, негізі аяқтан шалған оқиғалар болды. Байқап отырсам, көбінде әйел адамдар. Ең алғаш қызметке тұрған кезде бір әйел адам, үлкен қызметтегі әйел адам, сол қатты маған ұрысып, сен ешкім емессің, қолынан түк келмейді деп, сондай бір қатты айтқан кезі болды. Қатты жүрегім алып қалдым, бірақ енді оқу орнында істеп жүрген кезде кадр маманы, енді ол кісі бізге мүлдем менің жұмысыма қатысы жоқ, мен баспасөз қызметіне жауап бердім де, пиарға қызметіне. Сонда ол кісі сол мүлдем менің жұмысыма қатысы жоқ маған. Бірақ сондай айтқан кезі болды, сол маған қатты әсер етті миыма, бірақ мен содан кейін ары қарай алдыға қарай өсіп, ары қарай жоғарылап, енді кейін үлкен басқа жерлерде қызметтерді істедік. Сол кезде кейін еске алып қоямын, мүмкін сол кісі бір теуіп жіберді ма, бір қамшылап жібергендей болды ма? Бірақ сондай оқиғалар көп болды. Тағы алдында да қызметтерде де сондай шалып жібереді де, сосын ойлайсың, яғни значит, соғып зна деп қалдыңыз, шартын. Сол әсер еткен шығар, яғни мен бірдеңкені дұрыс істемедім деп, содан сабақ алған кездер көп болды. Соны байқап отырсам, көп әйел адамдар, білмеймін неге екенін, бірақ мен бәрімен жақсы қарым-қатынаста жүрем, ешкімді ренжітпеймін, ешкімнің алдынан өтпеуге тырысам, ешкімді ренжітпеуге тырысам, бәрімен коммуникациямыз дұрыс. Коммуникация байланыс емес па? Иә. Communication, ол енді қаралық сөз. Байланыс емес пе? Сол арақатынас. Арақатынасымыз дұрыс, бәрімен енді кішіпейіл болуға тырысамыз, сыйлаймыз үлкенді, үлкенге алдымызға келгенге еңкейгенге еңкейіп, шалқайғанға шалқаймыз, бірақ енді әйел адамдарды ренжітіп көрмеппін, бірақ сол кедергі келтіргендер көп сондай болды. Бүгінгі 7 мамыр ерлердің мерекесі деп жатады енді. Негізі енді біздің жаңағы сарбаздар күні ғой, негізі. Отан қорғаушылар күні. Отан қорғаушылар күні. Қарулы күштеріміздің құрылған күні. Енді мен әскерде болғаннан кейін өзімнің бірге қатарлас жауынгерлерді, біздің сардарларымызды, басшыларымыздың барлығын құттықтадым. Міндетті түрде құттықтап тұрамыз, өзіммен бірге болған қатарлас әскерде болған құрбыларымның бәрін құттықтауға тырысам. Енді бір жыл мен достарыма қалжыңдап айтам ғой, достарым ешқайсысы әскерде болмаған. Қалжыңдап айтам ғой, бір жыл сендердің тыныштықтарыңды қорғадық қой деп. Оның үстінен шекара болғаннан кейін. Сол немене, мүлдем енді, меніңше әр ер адам бару керек әскерге, мінезі қалыптасады. Өз еркіммен бардым, мен жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін бардым бір жылға. Соның өзінде көп ой өрісті өзгертті. Мінез құлықты қатты өзгертті әскер. Тағы ма? Ал тағы бір тақырыпты шетін бастап көрейік, енді бұл әңгіме өрбу үшін әрине. Қазіргі жастар мен бұрынғы буынның өмірге көзқарасындағы айырмашылықтар. Бұны айтып кеткен сияқтымыз, айтып кеттік, бірақ бір тағы бір нәрсе айта кетейін. Қосып кеткіңіз кетті. Шынымен бір текетірес бар да. Көбі айтады ғой, жалпылама сөз ғой, жастар қазір бұзылған, тыңдамайды деп, оны айтатын үлкен буын, алдыңғы буын. Былайша айтқанда біз өзіміз сол үлкен буын болып қалдық қазір енді, 40-тан астық. Балаларға қарайсында, мыналар адам болмайды, тыңдамайды деп айтатындар бар. Бірақ мен солармен үнемі дауласам. Жоқ, қазіргі жастар мүлдем басқа. Өйткені мен өзім балаларыма қараймын, олардың құрбыларына қараймын, сыныптастарына қараймын. Олардың ойы, өрісі бізден алда. Басқаша ойлайды, басқаша, олар мүлдем басқаша ойлайды. Элементарно тойда тост айтып тұрған кезде байқайсыз ба? Үлкендер лапылдап, микрофонды бермей, көп сөйлеп, басы жоқ, аяғы жоқ, ойын жеткізе алмай жатқан кезде, жастар арасынан бір-екі адамды сайлап, қысқа нұсқа сөйлеуді біледі, дайындап келген сөздерімен сөйлейді, сондай. Оның үстіне қазір бос жүрген, тіпті студенттердің арасында біз кезінде студенттерді жұмысқа тартқымыз келген,
қосымша табыс табасыңдар ғой анау мынау деп енді или болмаса өздеріңе или ма өздеріңе тәжірибе ғой үйренесіңдер. Біз кезімізде тегін үйренгіміз кеп талпындық үйрететін адам болған жоқ деп сөйтіп айтамыз. Жоқ, сіз ақша төлемесеңіз біз немеге уақытымызды кетіреміз дейді. Мысалы қазір материалист балалар көбіне ақша жақсы табады. Студент кезінен, тіпті оқушы кезінен менің қызымның сыныптастары бар, бизнес жасап жүрген балалар. Қазірден бастап іскерлік бар да балаларда. Ақша төлесең, енді ол бір жағынан енді бәрін ақшаға тірелген де дұрыс емес шығар, бірақ тегіннен бет албаты жүрген жоқ та балалар. Уақытын зая кетіргісі. Ол бір кругозорлары ойлау қабілеттері бәрі бар. Қалмады ғой деймін. Басқа көсіліп айта беріңізші, соңында айтам. Содан минусқа кіріп кетпесек болады. Басқа минусқа кіріп кетпесек. Мен арыз оқамасам болды. Мүлдем басқа ой өрістері. Сонда енді ол жарайды балалар, біз өзіміз, мен алдыңғы буын өзімнің әкеммен, достарымның әкелерімен, қайнатамен кейде дауласып қаламыз. Олар басқа жүйенің адамдары, мүлдем басқа жүйеде дайын айтылған, дайын жұмыс, дайын оқу, дайын үй деген сияқты сондай мен өскен адамдар. Міндетті түрде оқу керек деген сияқты. Міндетті түрде жұмыс істеу керек мен. Үкіметте жұмыс істеу керексің деген сияқты. Әке-шешем солай айтатын. Оқу, жұмыс істеу керек, бос жүрмеу керек деген сияқты. Сонда айтатын. Енді қарап отырсаң, сонда ол поколение мен біздің арамызда да сондай түсініспеушілік бар. Дауласып қаламыз кейде. Қызыл кеңірдек болып дауласып, қатты дауласып, ұрысып қаламыз да кейде. Оның үстіне біздің балаларымыз арасында да сондай түсініспеушілік болады. Өйткені кейбір біздің нәрселерімізден достарымызбен жиналамыз, ырду-дырду үйде отырамыз, қиқуласып, әңгімелесеміз, күлеміз, не істейміз, оларға қызықсыз болуы мүмкін. Не істеп отыр, немене деп. Бірақ олардың өз орталары бар, өздеріне қызықты. Бірақ енді оларға үлгі болсын. Міне бізде орта бар. Біз араласамыз, достарымыз бар, туыстарымыз бар, қонақ шақырамыз үйге көп. Оларда сондай қонақжай, ашық, сондай көпшіл болсын дейміз. Сөйтіп біз үлгі ретінде сөйтіп барып көрсетпесек, айтады ғой, балаңды жақсылап тәрбиелегің келсе, өзіңнен баста, өзіңе үлгі көрсет дейді. Сен оған ақыл айтпай, үлгі көрсет істейді. Сол сияқты ғой, енді өзің жаңағы дұрыс жүрсең, жаңағы адал жұмыс істесең деген сияқты өтірік айтпасаң, балаң да соны сені қайталайды ғой. Тағы мораль кетті ма? Мораль кетті, ақыл айтқанды жақсы көреміз. Жақсы. Негізі осылай сізбен сұхбат арқылы солай ғой, әңгіме өрбіген сайын өзіңе сабақ аласың, керегіңді аласың. Көрерменге қажет шығар бәлкім, сол бір сөз жетпей тұрған шығар бәлкім. Енді мысалы тағы да сөзім бөліп жіберейін. Бізде журналист жұмысымызды енді мен аймақтық телеарнада жұмыс істедім де, Семейде кішкентай қалалық телеарна болды. Содан 31-ші арнаның сол жақтағы бөлімшесінде істеп, одан кейін 31-ші арнаның өзіне бардым, республикалық арнаға. Сол кезде көп нәрсені білмейтін болып шықтым да. Сол кезде сол жерде тәжірибелі журналистер болды. Ержан Сүлейменов деген орыс редакциясының басшысы. Сонда сол кісі көп дүниелерді айтты, бір күн жинап алып бізге ақылдарын айтты. Содан көп нәрсені түйіп алдым да, өмірлік маған сол сабақ, өмірлік жаңағы тәжірибе болды да. Журналистік қызметімізге қатысты. Сондай бір сөзден, бір айтқан ақыл кеңестен өзімізге бірдеңкені алып қалдық та, мына жақта қалды миымызда. Сол сияқты енді бізде келетін тәжірибе өтуге келетін студенттерге, кезінде менің журналистика мектебім болды, оқытатын балаларды оқытатын, соны Астанада ашып оқытқанбыз, үйретіп, сонда студенттерге келетін үйренушілерге бәріне соны айтып отыратынбыз, ақылымызды, бағдарымызды беріп әйтеу. Біз енді дегенмен көп айтады ғой, көп оқығаннан емес, көпті көргеннен сұрады үшін. Сол сияқты сол көрген білгенімізді айтамыз, біз жасаған қателіктерді жасамаңдаршы деген сияқты айтамыз ғой енді, қанша көсіліп айтсақ та. Бірақ содан бір адам бір нәрсе түйсе көкейіне, бір адамға сөзімізді өткізе алсақ, сол біз үшін жетістік те. Енді анау мектебімізде біздің мектебімізде сондай бір тәжірибе бар. Ата-аналар мектепке барып өзінің баласы оқитын сыныпқа тәрбие сағатын өткізеді. Әртүрлі салада, біреу прокуратурада істейді, біреу полицияда, біреу там күшті екен, тағы кетіп қалды. Біреу
әртүрлі біреу заңгер деген сияқты солар отырып алып танысқанда жаңағы әңгімені аяқтап тастайықшы, өте қызық екен мынау тәжірибе, негізі көпшілікке үлгі болатын нәрсе екен. Қызыңыздың мектебінде, яғни әр ата-ана өзі бір ашық сабақ өткізеді. ашық сабақ өткізеді. Мысалға сіз тілшісіз, барасыз да өзіңіздің тәжірибеңіз туралы айтасыз. Мүмкін сол жердегі оқушыларды қызықтыруыңыз мүмкін. Бір мысалға прокурор болса, прокурор өзінің мамандығының қиындығы мен қызығын, жаңағы ерліктерін, барлығын сол жерде баяндайды. Ол деген балаларға жақсы ой салады деп ойлаймын. Мамандық таңдауға келгенде, мысалға біздер кім боларымызды білмедік қой. Рас. Кім боларымызды білмей, әркімге қарап бет қай жерде бос орын бар, сол жерге түсе салдық қой. Енді бұл тәжірибе өте керек, өйткені себебі анау әртүрлі мамандықтар, мәселен досым заңгер, сол заңның қандай жасөспірімдерге қатысты, қандай қылмыс бұзса, соған қатысты қандай жазалар қолданылады. Мысалы, соны айтып беріп, сонда көбінде ойында қалып қалды дейді, ана сұрақ қойып балалар қызығып, сонда ол балаларға бір сабақ болды да, миларында қалып қалды. Мен бардым да сол тілшілік, журналистік қызмет, жалпы адамдармен қарым-қатынас, коммуникация сол туралы айтып бердім. Ол солардың естерінде қалған шығар. Енді ішінде қанша 20 баланың, 25 баланың ішінде біреу мүмкін қызығатын шығар тілшілікке. Болмаса тіпті сол осы жазу, сызу бірдеңкеге. Жоқ дегенде қазір енді блогер болады, қазір енді балалар жан-жаққа қызығып жүрген кезде, блогерствоның өзінде де керек қой ол нәрсе, дұрыс сөйлеу, адамдық, мектеп басшылары, бізді көріп отырсаңыздар, осы тәжірибені алсаңыздар болады. Керемет екен. Енді сізде тағы бір мүмкіндік бар. Бір мүмкіндік бар. Егер сіз 19 қатеңізді сол мүмкіндікпен жеңіп кетсеңіз болады. Ол қандай десеңіз, ол сізге қиын болмауы мүмкін. Бізде жаңылтпаштар бар, қимейтін. Қандай шықты? 2 рет, 3 рет сыртыңыздан қайталап, сосын мен қағазды алып қоямын, сосын өзіңіз айтып бересіз. 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. Мәссағаннан айтып едім ғой. Осыны сіздің бір әріптесіңіз әлеуметтік желіде шулатып, осыны, әріптесіңіз атын ұмытып тұрмын. 31-ші арнадағы журналист жігіт. 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқарда марқа арқар бар. 40-да 40 арқар бар, 40 арқарда марқа арқары бар. Жоқ, тағы бір рет қайталап алыңыз, мүмкіндік. Мағынасын түсініп алсаңыз оңайырақ болады негізі. 40 арқарда ақ арқар бар екен. 6 арқарда марқа. 40-да 40 арқар бар, 40 арқада ақ марқа бар. 40 арқарда ақ марқа жоқ, ақ арқар бар. 6 арқарда ғана, 6 арқарда марқа арқар бар. Ал енді өкінішке орай, өкінішке қарай деп айтады екен. Өкінішке орай, өкінішке қарай. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Сәттілік өздеріңе көп рахмет. Рахмет. Аман болыңыз. Аман болыңыз. Саламатта. Келесте көшеде көріп жатсаңыз, тоқтатсаңыз, әрі қарай әңгімемізді жалғастыруға тоқтатып алып сөйлесеміз. Жақсы, сау болыңыз. Анау микрофон тастап кетсеңіз, келесі бір біздің жолаушыларға керек болып қалады. Ой, рахмет. Жақсы, аман болыңыз. Сау болыңыз. Журналистен 19 қате ұстап алғансың ғой. Біз әрі қарай әңгімемізді келесі жолаушымен жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, ребята.